Қайырлы күн қыздар. Бүгін мен сіздермен сүтті қыз деп аталатын дәмі өте керемет, сондай нәзік және оңай дайындалатын торттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жұмыртқаны саламыз, үстінен қоюлатылған сүтті саламыз. Қоюлатылған сүттің 8-5%-ын алу керек. Неғұрлым сапалысын алса, торттың коржы да сондай нәзік, дәмді әрі көлемді болып шығады. Екеуін жақсылап миксерлейміз. Баяу жылдамдығынан бастап жаймен көтере береміз. Тура 5 минут миксерлейміз. Сонда корж жақсы көтеріліп шығатын болады. Телефонға таймерге қойып, тура 5 минут миксерлеу керек. Ұнымызды електен өткізіп бір ыдысқа салып аламыз. Үстінен 1 шай қасық ас содасын салып, ыдыстың ішінде жақсылап араластырамыз. Және 1 қасықтан қамырдың үстіне салып, жақсылап миксерлеп, қамыр таусылғанша тек қана 1 қасықтан салып отыруымыз керек. Барлығын салмаймыз, масса басылып қалып, көтерілмей қалуы мүмкін. Пергамент қағазына өзімізге керек көлемде сызып аламыз. Мен 24 см диаметрде сызып алдым. 3 ас қасықтан қамырымызды салып, жұқа етіп, шетіне тегізбей, бірінші шетінен бастап жағып шығамыз. Қамырымызды бір тегіс етіп жайып болғаннан кейін, алдын ала қыздырылған пеште 190 градуста 7-8 минут пісіріп аламыз. Пешіңіз жай қызитын болса, 10 минутта қызарғанша пісіреміз. Қатты қызыл болып кетпеу керек, сәл алтын түстес болғанда уже ала беруге болады. Енді торттың кремін жасауға кірісеміз. Алдымен салқын құрғақ ыдысымызға творожный сырымызды өлшеп саламыз. Үстінен қантымыздың барлығын салып, тура 1 минут творожный сыр біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Мен миксердің венчигін және миксерлейтін ыдысымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа салып алдым. Сонда креміміз еріп кетпейді, салқын болып формасын ұстайды. Творожный сыр және сливки салқын болу керек және сапалысын таңдау керек. Мен Коллехтің крем-чиз деп аталатын творожный сырын және свежий завтра деп аталатын сливкиді пайдаланамын. Творожный сырдың үстіне сливкиді өлшеп салып аламыз және өзінің формасын ұстайтындай крем болғанша миксердің баяу жылдамдығынан бастап жаймен көтере береміз. Шамамен 5 минутта біздің креміміз дайын болып қалады. Одан көп миксерлеудің қажеті жоқ. Креміміз іріп кетуі мүмкін, немесе сармайға айналып кетуі мүмкін. Енді кезекте тортымызды жинаймыз. Тортымен осындай кольцода жинаймыз. Сонда торт бір тегіс түзу болып шығады. Ыдыстың үстіне осылай 1 қасықтай крем жағамыз. Сонда тортымыз жылжып кетпейді. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Қараңыздар, сапалы қоюлатылған сүтті пайдаланғанда осындай корждарымыз көлемді болып шығады. Асты-үсті толық қызарып піседі. Барлық корждарымызды осылай жинаймыз. Корж және 3-4 ас қасық крем жағамыз. Үстінен корж салып, осылай соңына дейін қайталаймыз. Әр коржды салып болғанда үстінен осындай картоп езетін езгішпен үстінен басып шығу керек. Сонда коржымыз бір тегіс болып жиналады. Арасында ауа қалып кетіп, сосын тортқа жарық пайда болмайды. Біздің корждар толық жиналып бітті. Соңғы коржды қойғаннан кейін бетіне жұқа етіп крем жағып, тоңазытқышқа кем дегенде 4-5 сағатқа немесе 8 сағатқа қалдыру керек. Крем толық сіңгеннен кейін ғана кольцодан шешуіміз керек. Арадан 5 сағат уақыт өтті. Тортты кольцодан осылай ақырын ғана шығарып алуымыз керек. Кольцодағы кремдерді, торттың жан-жағындағы кремнің барлығын шетіне бір тегіс етіп, қасықтың көмегімен немесе осылай спатуланың көмегімен бірдей етіп барлық жеріне тегізіп жағып шығамыз.
Кремді шетіне және үстіне бір тегіс етіп жағып болғаннан кейін жан-жағынан мен осылай вафельный крошка сеуіп шықтым. Бірақ бұл міндетті емес. Сіз өз қалауыңыз бойынша аппақ қылып қаптап қоюға немесе шоколад жағып қоюға, өзіңіздің фантазияңызға байланысты жасауыңызға болады. Мен бұл жерде вафельный крошкиді өзім үй жағдайында қолдан жасадым. Сілтемесін төменге описанияға қалдырамын. Немесе кондитерлік дүкендерде дайын вафельный крошки сатады, соны сатып алуыңызға да болады. Арасына жаққан кремнен кішкене крем қалып қойды менде. Оны кондитерлік қапшыққа салып, осындай насадканың көмегімен гүл жасап, бетіне қойып шықтым. Кондитерлік дүкенде осындай аппақ моншақтар немесе түрлі түсті бетіне әрлейтін заттар сатады. Сондай мен әсемдеп шықтым. Неке достар, біздің тортымыз осымен дайын. Өте жылдам жасалады. Көпте ингредиент қажет емес. Дәмі өте керемет, нәзік болып шығады. Кремді жағып болғаннан кейін 8 сағат тоңазытқышта тұру керек, немесе бір түнге қалдыруға да болады. Егер менің рецептім пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, үліп басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген дәмді тағамдардың рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.